Ал балалар, олай болса біз өткен сабақта сендермен Жүнсахиптің Айдағы жасырынбағы әңгімесін өткен болатынбыз. Сол үй тапсырмасын жалпы шолып өтейік. Үй тапсырмасын тексеру мақсатында сендерге сұрақ жауап әдісі барлықтарын қараймыз. Айдағы жасырынбағы әңгімесі қалай басталды? Шұғыла. Айдағы жасырынбағы әңгімесі бай басталған болатын. Жаңа оқу жылы басталды және Гүлайым апай сыныпқа кіріп келіп, жазғы демалыстарын қалай өткізгендерін балалардан сұрайтын болатын. Ал балалар оған бір-бірімен әңгімелесіп, және Сартай мен Мерген өздерінің оқиғаларын айтып берген болатын. Жақсы. Кім қосады осы жерде? Тағы Мерім. Жаңа оқу жылы басталған кезде бәрі күбірлесіп әңгіме айтып отқан кезде әпкем келеді, Гүлайым апай келіп, олардан жазғы демалысы қалай өткен, сол туралы сұрай бастайды. Сол кезде оқушылар Сартай мен Мерген қызық жазғы демалысын қызық өткізіпті деп солардан бастайды. Және де Айдағы жасырынбақ әңгімесі солай өрбиді. Басталды, жақсы. Жарайсыңдар. Әңгімеде қандай кейіпкерлер кездеседі? Кім айтады? Арсен, қандай кейіпкерлер кездестірді? Біз оқыған кезде әңгімеде қандай кейіпкерлер бар еді? Сартай, Мерген, оның әкесі және мектептегі балалар мен мұғалім. Ұстазы, иә? Жақсы. Сартайдың енді мұнда жасырынбақ ойнамайықшы деуінің себебі неде балалар? Әңгімеде осы кездесті, иә? Не себепті осылай айтты Сартай? Қалай ойлайсыздар? Жадыра, қалай ойлайсыз? Не себепті айтты? Себебі ол жерде олар айда ойнаған кезде, жасырынбақ ойнаған кезде бір-бірлерін таппай қалуы мүмкін. Иә. Ол жерде олар қорқып, енді ойнамай қояйық деп шешті. Дұрыс айтасың, иә. Жарайсың, яғни олардың бойында осындай қорқыныш болды, иә. Айда қараңғыда бір-бірін таппай жоғалтып аламыз деген ой болды. Жарайсыңдар. Мергеннің шұңқырға түскендегі көңіл күйі қандай еді? Яғни екеуі барып шұңқырға түсті, иә. Бірінші Мерген түскен болатын. Сондағы Мергеннің көңіл күйі қандай еді? Икрам, қалай ойлайсың? Мергеннің шұңқырға түскендегі көңіл күйі, ол шұңқырдың іші суық болғандықтан ол жаурап тұрды. Көңіл күйі Көтеріліс болды, жаурағаны. Бірақ Аян, бірақ не істеді? Мерген сол жерде жоғары қайтадан шығып кетті ме, әлде төменге түсті ме? Аян, қалай ойлайсың? Мерген жаураса да жоғары шықты ма, әлде төмен түсті ме шұңқырға? Иә, қаттырақ дауысын шығарып айтамыз. Иә? Мерген төмен түсті, иә? Жақсы. Табиғаттың болашақ тазалығы сендердің қолдарында деген әкесінің сөзін қалай түсінесіңдер? Не себепті әкесі олай айтты? Бұл әңгіменің қай тұсында айтылды еді осы әңгіме? Осы ой қай тұсында айтылды? Соңында. Иә, әңгіменің соңында айтылды, иә, Мейірім? Иә, не себепті олай айтты? Себебі ол жерді аялау керек. Себебі айда атмосфера болмады, ол жақта көптеген тастар құлағаннан кейін айдың беті ойық болды. Сол жерде, сол тұста табиғаттың болашағы сендердің қолдарында екенін айтып, барынша жерді қадірлеу керегін айтып жүрді. Қадірлеу керегін, қадірін білу керегін айтты, иә? Тағы не қосады? Кәусар не қосасың? Себебі табиғаттың болашақ тазалығы сендердің қолдарында деп әкесі балаларына түсіндірді. Себебі табиғаттың тазалығы балалар үшін өте жалпы маңызды нәрсе болды. Егер де бізде біз жерге барсақ не істейміз деді жерге? Жерге барғаннан кейін өзіміздің жерімізді аялап таза ұстаймыз деді. Жақсы. Жақсы балалар жалпы әңгіменің мазмұнын түсінген екенбізде. Олай болса бір сәт сол кезде мені шұңқырға түсіп бір байқасам қайтеді деген әуестік биледі. Содан абайлап шұңқыр ернеуіндегі тастарға аяғымды тіреп, қолмен де ұстап, жаймен ішіне түстім. Сыртта Сартай менің жоқ болып кеткенімді көріп мені шақыра бастады. Мерген! Мерген! деген хабар жетті шыны толыға ішіндегі дыбыс қабылдағыштан. Не болды саған, Сартай? Кімді іздеп тұрсың? Әлде көзіңе ұшатын беймәлім бірдеме елестеді ме? Жоқ, деді Сартай күліп алғандай. көзіме ештеңе де елестеген жоқ. Мен сені таппай тұрмын. Таппағаның қалай? Мен ешқайда кеткен жоқпын. Мен көлеңкеден шықтым. Сартай мені жоғалтып тапқандай қатты қуанды. Жақсы балалар, жаңа көрген үзіндіңіз
Үзінді әңгіменің қай бөлігінен алынған? Шола. Бұл үзінді Мергеннің шұңқырға кірген кезінен сол үзіндіден алынған болатын. Бірақ онда суық болғанымен Мерген өте намысшыл адам болғандықтан ол қайта көтерілген жоқ, ол сол жақта қалған болатын. Жақсы. Осы үзіндіден балалардың бойында қандай сезімді байқаймыз, Жанерке? Қалай ойлайсың? Бұл үзіндіде балалардың бір-біріне бауырмалшылдығын, достықтарына адалдығын және бір-біріне қамқор болатынын байқауға болады. Себебі Мергеннің шұңқырға түсіп көрінбей қалғанын байқаған Сартай бауырын іздеп оны шақырады. Жақсы, жарайсыңдар. Яғни олар кезеңіне осы шұңқырға түскен кезде бір-бірін жоғалтып алатындай қорқыныш үрей билеп ойлады, бір-бірін іздейді, бір-бірі жоғары шыққан кезде бір-бірімен құшақтасып, енді жасқанбай ойнамайықшы деген ой айтады. Яғни бұдан балалардың бойында достыққа адалдығын байқайды екенбіз. Жақсы балалар. Олай болса, бүгінгі күнді жазамыз дәптерлеріне. Бүгін сәуірдің 27-сі. Бүгін бізде осы әңгімедегі Жүніс Сахиптың айдағы жасырынған әңгімесіндегі кейіпкерлердің бейнесі. Яғни жаңа өздерің айтқандай, бұл шығармада біз Сартай мен Мерген секілді кейіпкерлерді айттық. Сол кейіпкерлердің бейнесін ашу үшін біз оқу мақсатында осы тақырыпқа байланысты тапсырмалар орындаймыз. Яғни бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездемелерді жіктеу дейді. Балаларға сендермен сабақ барысында өтіп жүрміз. Кейіпкерлердің тура және жанама мінездемелерін береміз. Біз білеміз, тура мінездеме деген бұл автордың шығармадағы сол кейіпкерге берген дәл мінездемесі. Ал жанама мінездеме дегеніміз не еді? Яғни сол кейіпкердің шығарма барысындағы іс-әрекеттері, оқиғадағы іс-әрекеттері арқылы оған берілген жанама мінездеме еді. Яғни қазір олай болса, біз сабағымызда осы мақсатқа сай тапсырмалар орындайтын боламыз. Жазып па дәптерлеріне? Бірінші тапсырмамыз бізде топтық жұмыс балалар комикс әдісі бойынша берілген суреттегі оқиғаны ретімен орналастырып, кейіпкерлерге мінездеме беріңіздер дейді. Яғни қазір сендерге тапсырманы таратып беремін. Осы тапсырма бойынша қараймыз, экранға қарап дәптерлеріне орындай береміз. Бұл берілген комикстегі суреттер, яғни нені бейнелеп тұр? Айдағы жасырынған әңгімесіндегі оқиғаларды, бірақ не байқалып тұрсыңдар бұл суретте? Оқиғалардың реттілігі дұрыс емес, біз соны оқиға ретімен орналастырмыз керек. Жарайды, балалар олай болса, топтық тапсырмамыз бітті деп ойлаймын. Дайынсыздар ғой, қай топ бірінші бастайды? Өздерінің ойларында. Жанеке, бастайды. Бұл жақта Бұл комикста бірінші бізде балалардың жазғы демалыстан кейінгі мектепке келген сәтінен басталады. Мектепке келіп, апай оларға жазда кімнің не істегенін сұрайды. Сол уақытта Жантемір Сартай мен Мергеннің әкелерімен бірге айға саяхатқа барғанын айтады. Содан соң қай оқиға жалғасады одан кейін? Содан соң Сартайдың онда ештеме болған жоқ, айтарлықтай ештеме емес дегені жалғасады. Содан соң Мерген мен айтып берейінші жалпы айға бардық, біз жасырынбақ ойнадық, оны мен өзім айтып берейінші деген оқиға орын алады. Яғни бұл жерде реттілігі дұрыс емес, ол екінші мына оқиға болу керек. Жақсы. Сөйтіп ол неден бастайды? Жазғы демалыста? Ол жазғы демалыстағы әкесінің жұмысымен бірге айға саяхатқа барғанын айтады. Содан соң олардың қонақ үйге жайғасқандарын айтады. Жақсы. Кім толықтырады? Арсен, Марат. Айға барғаннан кейін олар не істейді? Олар айға әкесімен бірге ұшып барып, содан кейін айдағы зертханаға олар сол жаққа қоныстанады. Содан кейін Сартай мен Мерген екеуі айды зерттеп шығу үшін далаға қарай шығып кетеді. Содан кейін олар кетіп бара жатып, жолдарында қара бір шұңқырды көріп қалады. Мерген оған қызыға қарап, сол шұңқырға түсіп көрейін деп шешеді. Оған Сартай түспе деп айтса да, бірақ Мерген батыл болып түсіп, оның ішін көреді. Оның іші салқын болады, бірақ Мерген батылдық жинап түсіп, Сартайға да түсуін сұрайды. Солай олар екеуі
мерген түсіп кеткен кезде Сартай оны таппай қалып қараңғыда іздеп жүреді. Сол кезде мерген тұрып, мен осы жердемін деп айтады. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі топ, екінші топ. Қай жерді толтырасың? Дұрыс па? Бірінші топтан айтқаны дұрыс па? Ретімен орналастырды ма оқиғаны? Қалай ойлайсыңдар? Жадыра, қалай ойлайсың? Иә, не толтырасың, не қосасың осы жерде, не осы тұста? Шұңқыр деген қайда айтатын біз? Қазан шұңқырлар, иә? Ал шұңқырға түсіп кеткен соң, ол бірінен кейін бірі түсіп көрді. Бірінші бала түсіп көрген соң, мерген түсті, иә? Сартай оны көрмей қалды. Яғни ол мерген ішіне түскен соң көрінбей кетті. Сартай қорқыныш билеп, ол мергенді іздей бастады. Мерген, мен сені көріп тұрмын, алайда сен мені не үшін көрмей тұрсың? Қане, енді сен түсіп көрші деп айтады. Сосын Сартай да түсіп көреді, бірақ ол да көрінбей кетеді. Сол кезде олар таң қалады. Сосын осы жерде жасырынбақ ойнамақ болады. Иә. Сөйтіп ойнап болғаннан кейін олар қайда келеді? Ғалымдар үйіне келеді. Ол жерде әкесі болады. Айтамыз, осы жерде айтылмай кетті. Әкесі не істейді? Әкесіне болған оқиғаны істеп береді. Баяндап береді. Әкесі сол кезде осы айдың бетіндегі жарақаттардың неден пайда болғанын айтады. Неден пайда болған екен? Айдың бетіндегі жарақаттар. Кім айтып өтеді осы жерде? Кім айтады? Аяру? Не дейді? Айдың бетіндегі ойықтар, қазан шұңқырлар ненің салдарынан болған дейді? Әкесі айдың бетіндегі ойықтар, ол метеориттардан Иә, бұл жерде айдың бетінен түскен тастарды метеориттердің салдарынан дейді. Және ана ультракүлгін сәулелердің салдарынан не болған дейді? Айдың бетіндегі тіршіліктің істеген жойылып кеткен деп айтады, иә? Жойылып кеткен деп. Соның салдарынан екен, иә. Сол үшін балаларға не айтады әкесі? Қолда бардың қадірін біліп жадыра, иә? Қолда бардың қадірін біліп, жерге түскен соң жерді аяған деп айтады. Содан кейін ол балалар, біз жерге барған соң жерімізді аялайтын боламыз деп уәде береді. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса балалар өздерінің айтқан ойларымен дұрыс жауабын сәйкестеніп көріңіздер. Дұрыс па? Сәйкес па айтқанымыз? Дұрыс айтылды, иә? Екі топтікі де дұрыс. Жақсы. Олай болса екінші тапсырма бізде жеке жұмыс қазір қарадамыз. Астында критерийлері тұр балдары қолдарындағы бағалау парақтарымен қарап жұмыстарымызды орындаймыз. Жеке жұмыс бұл әрқайсымыз өзіміз орындаймыз. Бұл жерде де балалар тура және жаңа мінездеу берген, яғни кейіпкерлердің мінезінен қарай сәйкестендіріңдер дейді. Бізде кейіпкерлер кім еді? Сартай мен мерген болатын, иә? Жеке жұмыс болғандықтан балалар әркім өзі орындайды. Әңгімеден үзінділер берілген, сол жердегі кейіпкерлердің жанама мінезін сол жермен сәйкестендіріңіздер. Яғни сендерге 10 мінезі беріліп отыр, бұл бізде 10 балл болып саналады. Балалар, егер осы кейіпкерлердің бойындағы 9-10 мінезін табатын болсаңдар, ол бізде 5 балл болады. 7-8 сәйкестендіретін болсақ 4 балл, 5-6 сәйкестендірсек 3 балл, ал 4-ін ғана сәйкестендіретін болсаңдар 2 балл болады. Бағалау парақшаларға қойып тұрасыздар.
Жақсы. Бұл қалып қалады. Абылай жақсы оқыды ғой. Сартайдың тура және жалама мінездерін оқып шыға ғой. Сартай. Адал дос көмек қолсызға таяқ. Не себепті адал дос? Себебі Сартай сыртта маған бір жағдай болғанда қол ұшын беруге әзір деп мерген айтады. Иә, яғни ол анау мерген төбеге түсіп кетіп көрмеген кезде Сартайда не болды? Қорқыныш болды, иә, досымды жоғалтып аламын деген ойым болды, иә. Ол мерген деп айқайлап оны шығарып алған. Жақсы. Келесі қандай тағы тура мінез емесі Сартайдың? Тұйық көп сөйлемейді. Неге? Тұйық. Жаңағы. Аха. Ол дейміз, үзіндіні оны қай тұста байқадық? Онда пәленде ешіне көрген жоқпыз, деді Сартай жақтырмағандай. Жан Темірге бір қарап қойып, онда біз жасырынбақ ойнадық. Иә, бұл қай кезде айтылып еді? Ұстазы балалардан жаздан естідіңдер деген кезде айтылып еді. Жақсы, жарайсың. Тағы қандай тура мінезін таптың Сартайдың? Уайымшыл. Аха, неге уайымшыл? Мерген қазан шақырға түскен кезде мерген деген хабар жетті. Жыны дұғыға ішіндегі дабыс қағылғандай. Аха, жақсы, жарайсың. Жақсы. Сабина. Мерген ашық, жанымның несі шығармадан үзінді. Жасырынбақ ойнағанымыз рас, бірақ ол жердегі жасырынбақ емес, мен бәрін айтып берейінші деді, иә? Яғни осы тұста біз оны қандай мінезін байқадық? Ашықтығын, иә? Жарайсың. Тағы қандай тура мінез бар екен Мергеннің? Намысшыл. Намысшыл, иә, оны қай тұста байқадық біз? Себебі денемді суық алғандай күй кешіп, сәл кібіріктеп қалдым, бірақ қайта шығуға намыстандым. Жарайсың. Иә, келсеңіз бе балалар? Жақсы, отыра ғой. Жанерке, сен қандай Мергеннің бойында қандай тура мінезін таптың? Мергеннің есте сақтау қабілеті жақсы, сабақты жақсы оқиды. Аха, оны қалай байқаймыз? Біз оны қай тұста байқадық? Жермен екі арадағы геосинхронды геостанционарлы деп аталатын айналым жолдарды артқа тастаған соң қонуға дайындалдық. Мерген сұлулыққа құмар, жер бізге қара, аспанға іліп қойған шынышар тәрізді көрініп тұрады. Және Мерген байқампаз алғыр. Оны қай тұста байқадық біз? Айға барған кезде не деді? Айдың сыртындағы ауа арай қандай болып тұрды? Өзіміз жатқан бөлменің үлкен терезесі сыртындағы ай термометрі 200 градус суықты көрсетті. Иә, оны Сартай емес кім байқап тұр сонда? Мерген байқап тұр. Яғни бұл тұста біз Мергеннің несін байқаймыз? Байқампаздығын, иә, соның бәріне мән беріп байқаған екенбіз. Жақсы, жарайсыздар. Аха, жарайды балалар, барлықтарыңыз орындадық қой. Сәйкес келе ме тапсырмалар? Олай болса дұрыс жауабымен сәйкестендіріп көріңіздер. Яғни жаңағы айтқандай, Сартай қандай екен? Сартай қандай деді? Адал дос деді, иә? Яғни көмек қолын созуға дайын деді. Себебі Сартай сыртта маған бір жағдай болғанда қол ұшын беруге әзір тұр дейді. Басқа мінездерді сәйкестендіріп көрдіңдер ме? Дұрыс па? Жақсы, жарайсыздар. Олай болса балалар, келесі тапсырмамыз бізде жұптық тапсырма, яғни барлығыңыз отырғанда өздеріңіз жұбыңызбен бірге осы кейіпкерлердің ұқсастығымен айырмашылығын табамыз, және Вен диаграммасын. Біз жаңағы орындаған тапсырмада тура мінездемесі берілген болатын. Соларды пайдалансақ болады, яғни біздің кейіпкерлеріміз Мерген мен Сартай. Бұлардың өзіндік қандай ерекшелігі және оларға ортақ қандай қасиеттер болды. Дескрипторға айырмашылығын табады 2 балл және ұқсастығын табады 1 балл. Жалпы 3 балл. Жақсы, дәптерге орындаймыз. Балалар, жұптық жұмыс, сондықтан бір-бірімен ақылдаса отыра орындаймыз, иә, ақылдаса отырып орындаймыз. Ойласып, орындаймыз тапсырмаларды. Жұптық жұмыс балалар. Жақсы.
иә осы тұста жаңа айттық біз иә тура мінездемелер осы жерден Сартайға тән қасиеттер және мергенге тән қасиеттерді алуға болады екен. Майтина айлы ақылдасаңыз, ойласаңыз дұрыс па, бұрыс па? Арсен Женерге. Жақсы, қай жұп болды балалар? Дауыстарын шығарып, айта беріңіз балалар, кішкене дауыс шығарып, көмектесіп, бір-бірімен ақылдасып, кеңесіп. Болған жұп бар ма? Аха, жақсы, Шулан. Сартай тұйық, уайымшыл, адал дос болса, мерген оған қарама-қарсы. Ол ашық, намысшыл және алғыр. Олардың ұқсастығы екеуі де туған жерін сүйеді, сұлулыққа құмар және жаңа зерттеулерді жақсы көреді. Ал өзіне тән Сартайға қандай қасиеттер бар еді? Абылай, қандай қасиеттерді жазсын? Өзіне тән. Көп сөйлемейді, уайымшыл. Жақсы. Екеуін келісіп отырып жазыңыздар. Жақсы. Қай жұп болды? Мерім, болыс па? Жақсы. Біреуін Сартайды оқып, сосын орта қасиетін біреуін оқып. Мерген ашық бала, есе сақтау қабілеті жақсы, сабақты жақсы оқиды. Сартай адал дос, көмек қолын созуға даяр, тұйық, көп сөйлемейді, уайымшыл. Ұқсастығы екеуі де дос, айға деген қызығушылығы жоғары, бауырмал, сыныптас, туған жерін сүйеді және мергеннің әкесімен айға саяхаттады. Жақсы, жарайсыңдар, Жадыра, Сабрина. Мерген өте байқампаз, есе сақтау қабілеті жақсы, өте ашық бала және намысшыл бала, қызығушылығы мол. Сартай уайымшыл, тұйық, көмек қолын созуға даяр. Ұқсастықтары екеуі де бір-біріне өте адал достар, әр нәрсені байқап көргісі келіп тұрады, қызығушылықтары мол, алғыр балалар. Екеуі де ақылды, адал достар, туған жерлерін қадірлейді. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі, Жанерге, Арсен. Мерген намысшыл, тұйық, көп сөйлемейді, есте сақтау қабілеті жақсы, сабақты жақсы оқиды. Мерген бос сөзге жоқ, тұйық болғанмен іс-әрекетке келгенде өте жинақты және нық. Сартай адал дос, көмек қолын созуға даяр, тұйық, көп сөйлемейді, үрейлі және уайымшыл. Ұқсастығы досқа адал, қызығушылықтары өте жоғары, сұлулыққа құмар, туған жерлерін сүйеді. Жарайсыңдар. Жақсы, Икрам. Аяғы. Сартай тұйық, көп сөйлемейді, уайымшыл. Мерген ашық, байқампаз, есте сақтау қабілеті жақсы, сабақты жақсы оқиды. Орта қасиет екеуіне? Ұқсастығы екеуі де бауырмал, уайымшыл, достыққа адал, туған жерін сүйеді достар. Жақсы, жарайсыңдар. Жақсы балалар. Олай болса, біз бүгінгі сабақтың тапсырмаларын аяқтадық. Енді сабақтың соңында сендермен сабақты бекіту мақсатында 1 минуттық шешім әдісі бойынша болашақта мен кім боламын?
және осы біз оқыған әңгімедегі кейіпкерлердің бойындағы қасиеттерді көрдік, оқыдық, таныстық, иә? Сол кейіпкерлердің бойындағы қандай жағымды қасиеттерді өздеріне алғыларың келеді? Және сол кейіпкерлердің бойындағы ұнамсыз қандай қасиеттерді жиренің келеді қасиеттерден? Сол туралы ойлана отырып, болашақта мен кім боламын? Бірінші соны айтып аламыз да, және осы кейіпкерлердің бойындағы мына жаман қасиеттерді мен ешқашан өзіме алмаймын деген ойды айтамыз. Бұл жерде де өздеріне ұнаған кейіпкердің бойындағы қасиеттерді айтып отырып, шешім қабылдайды, немесе кейіпкердің бойындағы жағымсыз қасиеттерден аулақ болуға шақырады дейді. Жалпы 2 балл екен. 1 минуттық шешім ойланамыз, 1 минуттық, және ойлана отыра өздерінің болашақта кім болатындарында айтып шешім етеміз. Біз шығарманы оқыдық, шығарманы да оқыдық, әр сабақта жан-жақты шығарманы талдап жатырмыз. Ол кейіпкерлерге жеке тоқталып, бүгінгі сабақтың бойында ол кейіпкерлерге тура жазылған мінездемелерін аштық, оқиғаларды рет-ретімен орналастырдық, олардың бойындағы қасиеттерге бет диаграммасын жасадық, содан өзіміздің түйгенімізді айтамыз. Түйіп, және болашақта кім боласыңдар? Бұлардың барлығы айға барған кезде сол әке сияқты ғалым болғысы келді, айды көргісі келді, тылсым дүниелердің ашқысы келді, сырын көріп, байқап келіп, өзінің достарына айтып берді. Сол сияқты сендерде де қызығушылық туындаған шығар, ол шығарманы оқыған кезде мен де осылай аспан әлемін көрсем екен деген ой туындады ма? Көрсем екен, әлі ашылмаған сырларды ашсам екен деген ойлар туындайды. Жалпы осындай туылған ойға сәйкес, болашақта мен кім боламын деген өздерінің ойларында көзқарастарында. Ал кім айтады? Кім болғыларың келеді жалпы болашақта? Бір ауыз. Сабрина, болашақта кім болғың келеді? Мен болашақта заңды жақсы меңгердім. Заңгер болғың келеді, жақсы. Ал енді осы шығарма оқыған шығармада кейіпкерлердің бойындағы қандай жағымсыз қасиеттерді байқадың? Қорқыныш, жақсы. Тұйықтық, не себепті ұнамай достан аулақ болғың келеді? Қорқынышты жою керек деп ойлаймын, себебі бүкіл затты қайталап көру керек. Жақсы. Қорқынышты жеңіш, оны қайтадан көру керек деп ойлайсың, жақсы. Кәусар. Мен де болашақта заңгер болғым келеді, және маған бұл әңгімеден жалпы кейіпкерлердің бойынан табылған ең жақсы қасиеттердің бірі ол намысшылдық пен өзіне деген сенімділік. Егер адам, мысалы заңгерлер үшін өзіне деген намысшылдық пен сенімділік өте қажет нәрсе. Ал мен маған ұнамаған мінездемелері, олардың қорқыныштары заңгерлер үшін ешқашан қорқыныш болмау керек, әрдайым өзіне сенімді болу керек деп ойлаймын. Жарайсың, тамаша, мейірім. Мен де болашақта Мерген мен Сартай секілді, олардың әкесі секілді айды зерттегім келеді, оның ашылмаған әлі тылсым құпияларын көргім келеді, және олардың маған ұнаған қасиеттері ол сабақтарын жақсы оқу және есте сақтау қабілеттері жақсы болу, және сонымен қатар туған жерін сүюі. Мен де болашақта туған жерін сүйетін азамат болғым келеді, және де болашақта олардың байқампаз алғырлығы маған қатты ұнады, ал маған жағымсыз болған және мен ешқашан өз бойыма сіңірмейтін қасиеттерім ол қорқыныштық және үрейлі болу, және бір достар бір-біріне әрқашанда бауырмал, бір-біріне деген сенімділігі жоғары болу керек деп ойлаймын. Сондықтан мен досқа деген адалсыздықпен және уайымшылдық, үрейлілікті мен өз бойыма сіңірмеймін. Жарайсың, жақсы. Жадыра? Мен болашақта заң факультетіне түскім келеді. Сол себепті мен бұл жерде кейіпкер Мергеннің бойынан оның ашықтығын, байқампаздығын және намысшылдығын алғым келеді. Ал өзіме алмайтыным ол Сартайдың үрейлілігін, тұйықтығын алмайтын едім. Себебі тұйық болса өз қатарынан қала бересің. Ал Мерген секілді ашық болса әрдайым қатарынан алды жүресің. Жарайсыңдар, жақсы. Жақсы да кім айтады өз ойын? Кім болғысы келеді болашақта? Жанерке? Мен болашақта дәрігер болып адамдарға көмектескім келеді.
маған бұл шығармада кейіпкерлердің ұнаған қасиеттері достықтардың адалдығы, есте сақтау қабілеттері және олардың қызығушылықтары. Себебі әр нәрсеге қызығып, достықтарына адал болып жүрсе, олар өте ұлы тұлғалар бола алады. Ал маған бұл жақта ұнамаған қасиеттері тұйықтықтары мен қорқыныштары. Себебі адам қорқынышты жеңе білу керек. Егер қорқып бір нәрседен кейін қалып кетсең, кейін сол істеріне өкінуің мүмкін. Жарайсың. Ал жігіттерімізден ше, Сартай мен Мерген секілді біздің де жігіттеріміз отыр. Болашақта көп нәрседен үміттенбе. Ал Икрам, сен болашақта кім болғың келеді, осы кейіпкерлердің бойынан қандай қасиеттер ұнады өзіңе? Болашақта ұшқыш болғым келеді. Мен бұл қасиеттерден ішінен батылдықты және намысшылдықты алғым келеді өзіме, бойыма сіңіріп. Ал өзіме бойыма сіңірмейтін қасиеттерім қорқақтық пен тұйықшылдық. Оларды өз бойымнан ысырып тастағым келеді. Ой, жарайсың. Арсен, сен ше, Марат, Арсен, болашақта кім болғың келеді? Мен де болашақта ұшқыш болғым келеді. Ой, жарайсыңдар. Мен ешқашан өз бойымда қабылдамайтын шешімдер олар тұйық болу және үрейлі болу, уайымшылдық, себебі оларды ұшқыш ол қиын деп есептеймін. Жақсы. Болашақ ұшқышын бұл жағымсыз қасиеттер деп ойлайсың, иә? Өз қабылдайтын қасиеттерді олар ашық болу, байқампаз болу, алдар болу, намысшыл болу. Жарайсыңдар олар. Жарайсыңдар, тамаша. Олай болса балалар, бүгінгі біз сабақта қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабақтағы біздің алғанымыз бұл Айдағы жасырынбақ әңгімесіндегі кейіпкерлердің бейнесі арқылы, яғни өзіміздің туған жерді не істеу екен? Туған жерімізді, туған топырағымызды аялап, соның қадірін білу екен. Екі кейіпкеріміз де айға барған сәтте айдағы көріністерді, айдағы жаңағы айдың бетіндегі шұңқырларды көрген кезде, айдың бетіндегі тіршілікті, біздің мынау жердегіде жарқыраған күннің жоқтығын көрген кезде ненің қадірін түсінді? Желдің қадірін түсінді. Олар әңгіменің соңында терезеге қарап отырып, желді көріп отырып, Құдай қаласа жерге барсақ, өз жерімізді аялап, оған қоқыс тастамаймыз, табиғатымызды аялап, не істейміз деді, көркейтеміз, жақсы ұстаймыз деген ой түйген болатын. Олай болса, үйге тапсырма, табиғатты тиімді қорғау жолдары тақырыбында жоба жасап келеміз. Жобаның қысқаша мазмұнымен ертең келесі сабақта таныстыратын боласыңдар. Ал бүгінгі сабақ бойынша кері байланысты біз SMS әдісі бойынша, яғни сабақта не ұнады, сабақта не қиналдық және не қызықты болды деген сұрақтардың төңірегінде ұялы телефондардың арқылы кері байланыс бересіздер. Бүгінгі сабақ барысында орындаған тапсырмаларды қолдарында берілген бағалау қағаздарына бағаларында қойып, өздеріңді бағалап, маған өткізесіздер, кері байланысты береміз. Олай болса бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.